Егер сіз Майнкрафттан жалығып кеткен болсаңыз және қарапайым Майнкрафттан басқа бір нәрсені ойнап көргіңіз келсе, бұл видеода мен сіздерге топ 5 Майнкрафттың көшірмелерін көрсететін боламын. Ал біздегі ең бірінші көшірме ол Локикрафт. Ол Play Marketте өте танымал ойын болып табылады, және де оны көпшіліктеріңіз білетін де шығарсыздар. Бұл ойынға кіре салып, ойынның геймплейін тексеру үшін мен выживанияда ойнап көремін деп шештім. Мынау мен 2017 текст киндім ғой. Так, давайте, достар, енді қарапайым Майнкрафттағыдай выживать етіп көрейік, бұл жерде не өзгеретінін көреміз. Майнкрафттан даже мынандай ағаштарды торлап алған ба не? Базар жоқ, разработчиктерді топ. Давайте енді қазір өзімізге верстак жасап алайық. Сол верстактан көреміз қазір. Мен шахта таба алмай жүрмін мына жақта. Мына жақта вообще шахта деген нәрсе бар ма? Білмеймін, мен достар қазір іздеп көретін боламын мен. Опа, мына жерде қой жүр екен. Ағаштан кирка жасап тасындырамыз. Я каменщик, работаю 3 дня. Короче, бұдан кейін мен бұл ойыннан жалығып кеттім, және де не істейтінімді білмедім. Негізі ойын өте жақсы оптимизацияланған, бірақ Майнкрафттың орнын ауыстыра алмайды. Өздеріңіз ойнап көріп, ойынды бағалап кетсеңіздер болады. Негізінде ойын жаман емес. Ал екінші көшірме бізде Multicraft. Бұл ойынның интерфейсі өте керемет, және де бұл ойында достармен ойнауға болады. Бұл ойынға кіргеннен кейін маған қылыш, факел және де 32 ағаш берген болатын. Бірақ шынымды айтсам, бұл ойынның графикасы маған мүлдем ұнаған жоқ. Давайте енді бұл жерде де ағаш сындырып көрейік. Қарапайым Майнкрафттан ешқандай айырмашылығы жоқ, және де достар, бұл жерде секірген кезде өте біртүрлі секіреді екен. Опа, ат жүр мына жақта. Давайте аттың алдына барайық. Мына жақта каменді қолмен сындыруға бола ма не? Базар жоқ. Шынымды айтсам, бұл ойынды ойнау маған мүлдем ұнаған жоқ, өйткені бұл ойынның графикасы өте жаман, және де ойнау қолайсыз болып табылады. Ол үшін достар, білмеймін қалай ойнау керек екен бұл ойында, және де реклама деген өте көп. Ал үшінші көшірме бізде Buildblock. Бұл ойынға кіре салып маған реклама көрсеткен болатын, және де бұл ойыннан менің қызығушылығым кетіп қалды. Бірақ сонда да мен бұл ойынды ойнап көремін деп шештім. Ең бірінші кезекте айтатыным, бұл жерде барлығы ағылшынша. Егер де сіздер ағылшынша түсінбейтін болсаңыздар, сіздерге бұл жерде ойнау өте қатты қиын болады. Интерфейс пен графика мүлдем говно. Мынау не алып тастаңдаршы, ебайтын ақ. Мен қалай жүрем, мынау походкасы ат сияқты ғой. Оның үстіне мынау ойын қатып қала береді екен. Мынау қатып қала береді мына. Негізі бұл жерде біз үй салуымыз керек еді, ал мына жерде бәр нәрсе дайын тұр ғой. Бірақ айта кетейін, мына жерде өте керемет жасалған нәрселер бар екен. Мысалы, мынау үстелдер өте кереметтей жасалған. Қарапайым Майнкрафтта бұндай нәрсені текстур пак қоспасаңыз ала алмайсыз. Ал үйдің іші кәдімгідей әдемі екен. Мынандай телевизор енді базар жоқ. Короче, мына ойынды вообще ойнамай қойыңдар. Мына жерде айта алмаймын, управление деген вообще жаман, вообще ойнау мүмкін емес мына жерде. Бұндай ойындардың разработчиктары не ойлап шығаратынын білмеймін. Мынаны кім ойнайды вообще? Ебать, бір жастағы балаға бересіңдер ма? В общем, мына ойын маған ұнамаған, өздеріңде көріп тұрған шығарсыңдар. Ал төртінші ойынның аты крафтинг. Бұл ойында сіз тек 4 минут қана интернетсіз ойнай аласыз, ал одан кейін бітпейтін рекламадан қиналасыз. Бұл ойынның интерфейсі мені таңғалдырды, яғни ол өте керемет жасалған. Бірақ бұл ойынның тілі ағылшынша мен орысшаны араластырып жіберген. Бұл ойынның графикасы жаман емес, және де қайдағы бір клон үшін өте жақсы деп айтуға да келеді. Мына жерде Майнкрафттың 1.19 версиясындағыдай пещералар бар екен. Базар жоқ, пещералар көмектесті демекші, шығаса өліп қалдым ғой. Короче, бұл ойында мен қазір шахтаға түскім келіп тұрған жоқ, сондықтан да мына жақта тауда алмаздар тұр ғой. Жоқ, мұз екен ғой мынау. Мынау ойындағы блоктардың бәрі кәдімгі Майнкрафттан көшіріле салған ғой, надан Майнкрафт ойнаған жақсы шығар. Давайте, достар, қазір портал қорып, тозаққа барып көрейік, тозақта не бар екен. Негізі мына жерде портал жана ма, жанбай ма, соны білмеймін, достар, қазір жақ көреміз, жанатын болса жақ. Опа, достар, бұл жерде де портал бар екен, давайте порталға кіріп көрейік. Достар, мен порталдан шыққан емін, сөйтсем мынандай канализация ма бір жерде жүр көречі. Мына жақта биомдар бар ма не? Базар жоқ, бұл уже плюс. Тағы да биомдар. Мен мына жақта 2-ақ биом бар шығар деп ойласам. Короче, достар, мен мына жақтан эндермендердің биомын тауып алдым, ал мына эндерменнің өзі тұр. Достар, бұл ойында эндерменнің түрі базар жоқ, красавчик екен. Короче, бұл ойын өздеріңіз көріп тұрғандай жаман емес. Бұл ойында ойнауға болады, бірақ менің ойымша қарапайым Майнкрафт жақсырақ деп ойлаймын. Әрине, егер сіздер Майнкрафттан іштеріңіз пысқан болса, осы ойынды ойнай аласыз.
Ал біздің топтағы 5-ші көшірмеге кіру мүмкін емес. Білмеймін не үшін бұны Play Marketке шығарып қойғанын, бірақ бұл ойынға мен мүлдем кіре алмадым. Мүмкін сіздер кіре алатын шығарсыздар, өздеріңіздің телефондарыңызға тартып көріңіздер. Білмеймін мен енді короче. Ал осымен видео соңына келіп жетті. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. 1000 жазылушыға азақ қалды достар, тіркеліп 1000 жазылушыға жеткізіп тастайық.